артында тұрған машинаны біздер проект қылып қабылдап алдық. Яғни иесі бұл машинға мехрді аямай бере жақ. Бұл тайым болғаннан кейін Қарақалпақстанда жалғыз бір дана болып жүретін машиналарымыздан бірі. Видеоны көп интрига қыла бермей, орнымыздан тұрып, машинның бар көрінісін көрсетейік. Құласа қалай көрсеңіз болады. Мерседес. BMW-шниклар, қаяқтасылар, қайсы BMW-шникі сөйтіп өзінің машинына мехр беріп жатыр. Қарақалпақстанда вызов деп қабылдасаңыздан болады. Бұл біздерде Автодрайв Car City'да бұған басқаша реңдегі краска ісленеді. Көрің ойлап, бұған қандай рең беріледі? Өзілеріңіздің пікіріңізді комментарияға жазып кетің. Рабочий процесті краска болу жараянын біздер Инстаграмда историяларымызға салып барамыз. Инстаграм аккаунты төменге қоямыз. Сол жаққа өтіп біздерді күзетіп барсаңыз болады. Мерседес бәрібір, вот Мерседес. Бәрібір басқаша бір силуэт бар, бұда бір басқаша бір адамды өзіне тартатығын нәрсе бар. Салонның бір отырып көрсетейін да салонны. Вот оператор мектан ал. Мұна дефлекторларды Spark'қа, Nexia 3-лерге қойып атырыпты. Бұл дефлектор Мерседеске неше жыл бұрын шыққан, көрсеңіз болады ағайларына. Неше жыл бұрынғы Мерседес бұл. Подсоз бар. Ручной ма? Ручной екен. Вот. Ручной екен, ручной. Тартасаң, басасаң. Вот, міне механизм. Мерседес 160 спидометр көрсетіп тұрыпты. Механика коробкада. Салонның тынықлығына атып бара берің. Бұл нешінші жыл машина екенін Құдай біледі, һәм иесі біледі. Бірақ сонда да жағдайы тынық халда сақланған. Сол дәуірлердің өзіндегі обшивкаға атып бара берің. Вот міне. Міне мягкий, міне материал, міне. Бұл жерлерде кожа, бұл жер пластик. Сол дәуірдегі Мерседестің өзіне қандай қылып атып бара берілген ағайлар. Бұл Мерседес шыққаннан кейін, Құдай қалесе Алла несіп қылса, Қарақалпақстанда бір штук болып жүреді. Бір штук болып. Көрінісінен ескі Мерседес екен анық, бірақ бұны бір классика қылып мініп жүретін машиналардың бірі болып шығады ағайлар. Құласы біз не демекшіміз? Сіз Жигулиді, Матизді болсын, қандай да бір машинада проект қылып алмақшы болсаңыз, яғни проект қылып шығармақшы болсаңыз, рестайлинг қылмақшы болсаңыз, біздерге әкелсеңіз болады. Біз әлбетте ең жоғары сапада һәм ең қолайлы бақаларда краскаларды бір тегістікпенен, тынықлықпенен заводтай қылып шығарып беруге бар күш қайратымызды іске саламыз ағайлар. Нан асықтықпен қашан шығады екен деп тұрпан Мерседесті. Құлас машинға краска керек болса, зазорлар кеткен болса, Құдай сақасын бір жерін түртіп алған болсаңыз, Автодрайв Car City'ге, болмаса төмендегі телефон нөмірлерге байланысып, осы жерге әкеліп істетсеңіз болады. Жолларда байлаймыз.